Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен бірінші сабақты орындайтын боламыз. Сабағымыздың тақырыбы тіл және сөйлеу. Бірінші тапсырманы орындайтын боламыз балалар. Бірінші тапсырмада біз сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беру керекпіз. Бізге екі сұрақ берілген екен. Бірінші сұрағымыз: сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу балалар бұл адамдарға бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін, пікірлесу үшін, белгілі бір мақсаттағы хабар алмасу үшін және тіл табысып араласу үшін қажет екен. Екінші сұрағымыз: ол не арқылы жүзеге асады? Яғни сөйлеу тіл арқылы балалар жүзеге асады екен. Келесі екінші тапсырма: бізге өлең берілген екен. Балалар, өлеңді мұқият тыңдау керекпіз. Яғни осы өлең бойынша біз тапсырма орындайтын боламыз. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыржымай, қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне. Ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Тұрсын Елеусізұлының өлеңі балалар. Енді осы өлең бойынша біз кейіпкер мен сөздерді сәйкестендіру керекпіз. Торғай тіл қатты, бөдене жұмбақ шешті, ақтан мәз болды, қаз әнге басты. Енді балалар сұрақтарға жауап беру керекпіз. Ақтан неге мәз болды? Шынында құстар сөйлей ала ма? Ақтан құстардың сөйлегеніне мәз болды. Әр құс өз қалауын айтып сөйлегенде ақтан таң тамаша болды. Ал бірақ шын мәнінде құстар сөйлей алмайды, тек қана дыбыс шығарады. Сол дыбыс шығару арқылы олар өзара қарым-қатынасқа түседі екен. Келесі үшінші тапсырма: балалар мәтінді түсініп оқып, көшіріп жазу керекпіз. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Енді балалар, біз соңғы екі сөйлемге сұрақ қою керек. Және де сол сұрақтарға өзіміз жауап беріп көру керекпіз. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандық, яғни сөйлеудің ауызша түрі мен жазбаша түрі, сол бойынша біз қазір ашып ажыратып айтатын боламыз. Бірінші сұрағымыз: тек адамдарға ғана тән қасиет қандай? Балалар, бұл жерде бізде өздеріне белгілі адамдарға ғана тән қасиет, яғни сөйлеу болып табылады екен. Келесі екінші сұрағымыз: неге жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді? Өйткені үлкендер жас сәбиді ана тіліне баулып үйретеді екен, балалар. Енді сұрақтарға жауап беруде біз сөйлеудің ауызша түрін қолдандық. Келесі орындайтын тапсырмамыз төртінші тапсырма. Бұл жерде балалар, біз суреттерге қарап, оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырату қажетпіз. Бірінші суретте бізде ән айтып тұрған қыз берілген екен. Ән айтып тұрған қыз сөйлеудің ауызша түріне жатады. Ал бізде екінші суретте хабарландыру берілген екен, балалар. Хабарландыру болғандықтан бұл жерде бізде сөйлеудің жазбаша түріне жатады екен. Келесі балалар, бесінші тапсырма: өлеңді жатқа жаз дейді. Атам мені қуантты, маған берді құлақты. Жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл ұшын. Шешен бол деу мұнысы. Мүбәрак Жаманбалиевтің өлең екен, балалар. Енді осы өлең бойынша біз сұрақтарға жауап беру керекпіз. Атасы құлақты не үшін берді? Жақсы сөзді тыңдасын деп, жақсы сөзді оқысын деп, жақсы сөзді айтсын деп, жақсы сөзді жазсын деп. Балалар, бұл жерде бізде дұрыс жауап жақсы сөзді тыңдасын деп берген екен. Енді келесі сұрағымыз: шешен бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты? Тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым. Балалар, бұл жерде айтылым дағдысына қатысты екен. Енді келесі өз үйшігіне кіргіз ойынын ойнаймыз. Бұл жерде балалар, ауызша тілде сөйлеуге айтылым, оқылым, тыңдалым дағдылары жатады екен. Ал енді жазбаша сөйлеу, бұл жерде жазылым дағдысы жатады екен, балалар. Яғни жазбаша тілде сөйлеу дегеніміз, балалар, бұл тек қана жазылым жатады екен. Егер де балалар сабақ ұнаса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.